Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті Pinterest'тен көріп қалдым. Осыны жасап үйренетін боламыз. Бұны жасау үшін квадрат қойып аламыз. Қойып алайық. Мына шетке қойып қояды. Тұрайық. Окей. Қалыңдығын көбейтеміз. Екі шетін қоса қайырамыз. Мінекей. И осы жерде мынау линия салу керек. Осылай қойып аламыз. Бұл линия қою үшін эффект, деформация, жоқ, зигзаг деген кіреміз. Гладкий деген басамыз. Окей. Осылай қойып қоямыз. Окей деп басамыз. Окей. Айналдырып қойсақ та болады. И осылай Shift, Alt Shift ұстап тұрып көшіреміз. Шөм бүйтіп қалыңдығы қатты қалың болып кеткен сияқты. Объект разобрать етіп тастайық. Пока осылай тұра берсін. И осы жерде мынаны салып қоямыз. Қыр. Окей, қырды салдық. Окей. Осылай болады. И мына жерде мынау теңіздің жағасында тұратын бір здание. Здание салмас бұрын біз осылай қойып қойып. Трансформировать, зеркальное отражение, копировать Teams. Теу болып кеткен сияқты да. Сейчас отыра берсін пока. Трансформировать, зеркальное отражение, копировать. Окей. Слой линию қойып қоямыз. Қалыңдығын
Онда осылай қала берсін. Енді мына жерге мынау нелерді разобрать етіп жасайық. Объект разобрать оформление. Немесе мына жерде артық элементтерді өшіріп тастаймыз. Енді мына жерге күн, күннің сәулесі сияқты. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз. Нүктеміз осылай. Ctrl-S, Ctrl-F. Ctrl-S, Ctrl-F. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз. Осылай үлкейтіп қоямыз. Осылай белгілейміз. Мына жерде артық элементтерді өшіріп тастаймыз. Мына жерде бір линия өшіп кетті. Сыртынан сәл үлкейтеміз де осылай қайырамыз. Қалыңдығын азайтамыз. Соға қоямыз. Жүр текст жазып қояйын. Жаңа айтып бақшы бір артық элемент түрген. Бұны потом өшіріп тастаймыз. Осы жазып қоямыз.
Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмысымыз дайын болайын деп қалды. Пипеткімен түсін таңдаймыз. Объект разобрать, окей дейміз. Бәрін белгілеп алып осы түсін таңдаймыз. Кішірет қойып қоямыз. Артқы фонын таңдаймыз. Идеальный болмаса да, сделанный лучше идеального деген сөз бар. Жақында үйрендім, керемет сөз. Идеальный жасамай көргеннен көрі, очень жасап көріп, бір какой-то бір результат жасап көрген қайта жақсы дейді. Мына жерде өлшеп тастау керек, айтпақшы. Осылай. Сделанный лучше идеального. Керемет сөз. Ештеңе жасамағаннан көріп, бір жасап көріп, бір какой-то результат алып көрген, сол қайда жақсы дейді. Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмысымыз дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде болады. Егер де мен қайдан табамын десеңіздер, төменде Instagram, TikTok парақшам бар, сол жерге тіркеліп маған жазсаңыздар болады. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.